Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Қазақ халқының ұлттық аспабы, баға жетпес құндылығымыз, халықтың жай-күйін тілсіз әнмен жеткізе білген домбыра жайлы сөз етпекпіз. Ұрпақ бойына рух дамытып, қазақтың кім екендігін дәлелдей білген домбыраның қадір-қасиетін бағалау, оны арттыру мақсатында бүгінгі кездесу кешімізге дәстүрлі әнші мәдениет сауық орталығының шығармашылық бөлімінің меңгерушісі, сондай-ақ мәдениет саласының үздігі Қызыров Балтабай Әбілқасымұлымен кездесу ұйымдастырғалы отырмыз. Аға, музейімізге қош келдіңіз. Қош келдік. Кездесуіміздің алғы сөзін өзіңіздің өмірбаяныңыздан бастасаңыз, домбыраға деген қызығушылығыңыз қалай басталды? Менде сол негізі Сәкен Сапқозының азаматымын. Сол Киев бөлімшесінде туған дүниеге келген. Сәкеннің 130 жылдық өзіміздің Алаштың Сәкені. Ал енді ауылдарымызға 95 жыл жаңағы ауданына. Мынау үлкен керемет, ұлағатты класс қалдырған артында үлкен із қалдырған Игілік Омаровтың 90 жылдығы, Шоң бидің 200 жылдығы, осындай үлкен бір мерекелік жылмен тұспа-тұс, яғни сіздердің осы мұражайға келіп жатқанның өзі үлкен бір бақыт. Екі шектің бірін тарта, бірін сәл-сәл кембіра, нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Әр үйде әрине домбыра рөлі тұрса, әр үйде жаңағы келген қонақ, сал-серілер жаңағы өлең айтып, сол үйдегі балалар сол домбырамен уызданып жатса, одан асқан бақыт жоқ. Әрине мен бітті кезімнен осы мені анам Байбосынов Қайраттың сен жиенісің, сен қайтсең де қайрат боласың дейтін. Сол мен ойлайтын да, енді шында қайрат Байбосыновты көрген жоқпын. Шешеміз жаңағы жанында шапанның астында желмен бірге, боранмен бірге нетіп жүріп, ұшып жүріп, қаңбақ сияқты қайда барса жаңа ертіп бір күні осы мәдениет үйіне алып келді. Мәдениет үйіне алып келіп, жақсылық Мағзұмовқа мынау домбырашы болады, мына баланы домбыраға ал десін. Анам ауырып жүріп, Қарағанды қаласына бар, ол уақытта Қарағанды облысымыз 74-73 жылдар. Домбыра әкеліп берді, түн ішінде домбыра әкеліп берді. Мен саған домбыра әкеліп бердім деді. Әлгі домбыраны ананың жаңағы тарту білмесем де ананың көңілін қалдырмайым деп жаңағы домбыра сабалап білмейтін өлеңім жоқ менің. Ма тау ішінден айтам, Қасым Аманжоловтың өзгемесі, өзім жайыл термесін. Сондай бір үлкен бір қуаныш сыйлап едім. Алаш боп мақтанады Қайрат. Қайрат туған жер. Кешегі мынау Ақылас Дүкенұлы, Сайдалы Сартоққа шыққан жер, Игілік шыққан жер. Игіліктің өзі керемет, сол Қайраттың ұстазы болып қалып қойды. Қайрекенің қарапайымдылығы өзінің жаңағы ауылда жүріп, мұғалім болып отқан Игіліктің өзін ұстаз қылып, соның классы қылып жатыр. Керемет дүние ғой. Осы домбырамен сол жаңағы техникалық училищеде, профтех училищеде жүріп, мектепте жүріп, анау Мәскеу қаласында Кишинев дейді, Кишинев қаласынан жаңағы лауреат болып, оркестрмен барып, күй тарттық, 4 дауысты квартет деген өлең айттық. Алтыншаш Мұсабекова, Алтыншаш деген біздің руководителіміз болды. Мынау сол профтех училищенің жаңағы директор бастаған, Рақат Зарубаевич бастаған, Әбдеш Қалжанов бар, қол-аяғы түгелі біздің жанымызда болады. Серпер тобындағы Биғазы Тұтқабеков деген шәкіртім болды. Дүниеден ерте қайтып кетті. Ол өзім шықпаған, бағанағы армандаған Қайрат Байбосыновты оқуына түсті. Үлкен топ ашты, Серпер тобы. Ол ерте авариядан қайтыс болып кетті, несекеу. Одан кейін енді мынау бере алсам, мынау қазір енді осы өзіміздің мәдениет саласында осы көптеген балалар жаңағы мынау Теміржан Олмағанбетов, сол енді әкесі керемет күйші, мынау Сәрсенбаев Жақсыгелді деген бала бар, мынау Жалын Сыздықов деген бала бар, Алмагүл Қаратаева, осындай Қайрекенің артын ерген көптеген жақсы шәкірттері бар. Рухани біз алдынан өзінен оқымасақ та, біз рухани шәкіртімін. Ал енді мынау кейінгі толқынымыз білімді болсын, инабатты болсын. Осы мынау қазақтың әр шаңырағында домбыра әлеулі домбырасын қастерлей білсін ереке. Халқымыз, еліміз аман, жұртымыз тыныш, тек қана қызыққа, қуанышқа домбырамыз тартыла берсін. Мынау енді Сәкеннің 130 жылдығы ғой биыл. Сәкеннің сыр-сандығы, осы сыр-сандығы әрқашанда кейінгі толқындар аша білсін, жырлай білсін деген ойда осы сыр-сандықты сіздің осы мұражайға келіп сыр-сандығынан бір шашу шашайық.
қайнамар шіркін табу жемің болса ай қолыңда Дуй дегені. айдағы сай сені табу топырайдай жолыңда досыңмын деп ант береді-ай жем іздеген жанама жем таусылсай жалт береді сенердек дос санама сандықтай ашық қарай сырласың сан пернелей басып қалшы ай жырласың сан пернелей басып қалшы басып қарай жырласың